Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларымызды, жасаған дұға тілектерімізді, берген садақаларымызды Алла тағала қабыл етсін. Бұл ай сабырдың, кешірімнің, мейірімнің айы. Жүрегімізді тазартып, ниетімізді жаңартып, жанымызды нұрға бөлейтін ерекше уақыт. Ораза тек аш жүру емес, ол нәпсіні тәрбиелеу, тілді жаман сөзден тыю, жүректі реніштен арылту. Алла әрқайсымызға шынайы ықыласпен құлшылық жасауға күш-қуат берсін. Ұстаған оразамыз қабыл болып, жасаған әрбір жақсы амалымыз еселеніп қайтсын. Үйімізге береке, дастарханымызға молшылық, жүрегімізге тыныштық сыйласын. Ауырған жандарға шипа, қиналғандарға жеңілдік, мұңайғандарға қуаныш нәсіп етсін. Балаларымыз аман, отбасымыз бүтін болсын. Жасаған дұғаларымыз көкте қабыл болып, жер бетінде игілігін көрейік. Осы Рамазан айы бізді бір-бірімізге жақындатып, жүректерімізді жұмсартып, иманымызды күшейтсін. Келесі Рамазанға аман есен жетуді нәсіп етсін. Алла тағала ниетімізді қабыл етіп, әр күнімізді жақсылықпен өткізуге жазсын. Оразамыз қабыл болсын. Рамазан айы баршамызға берекелі болсын.